Қазақтың ұлттық мемлекетінің қайта қалпына келтірілуі. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың барысында біз қазақ зиялыларының кеңес үкіметіне қойған талаптары мен аянбай күресінің нәтижесінде 1920 жылы алғаш рет автономиялық республика болып қалай құрылғанымыз жөнінде кең мәліметтер аламыз. Осыған орай тақырыпты өту барысында Қазревкомның құрылуы, 1920 жылы 20 тамыздағы Қазақ АКСР-ін құру туралы декрет, Орынбордағы құрылтай съезі және Қазақ АКСР жоғарғы үкімет органдарының құрылуы тәрізді өзекті мәселелерді қарастырамыз. 1919 жылы маусым айында кеңестердің ұлт істері жөніндегі халық комиссариаты Қазақ кеңес автономиясын құру туралы арнайы мәселе қарады. Онда жаудан азат етілген аймақтарда саяси және шаруашылық жұмыстарды ұйымдастыру, сонымен қатар өлкеде кеңестердің құрылтай съезін шақыруға әзірлік жасайтын арнайы орган құру туралы шешім қабылданды. Осыған байланысты 1919 жылы 10 шілдеде РКФСР халық комиссарлар кеңесінің декреті бойынша Қырғыз-Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет Қазревком құрылды. Қазревком төрағасы болып Станислав Пестковский отырса, ал құрамына Байтұрсынов, Жангелдин, Әлібеков, Арғыншиев, Авдеев тәрізді қазақ зиялылары кірген болатын. Революциялық комитеттің орталығы Орынбор қаласы болып белгіленді. Алайда Қазақ революциялық комитеті 1919 жылдың шілдесінен 1920 жылдың қазанына дейін небәрі 15 ай жұмыс істеді. Қазревкомның басқаруымен жергілікті өкімет органдары зиян шеккен темір жол қатынастарын ретке келтірді. Мәселен, азамат соғысы кезінде Орынбор-Ташкент темір жолының бойында 550 шақырым жол төсеніші, 172 көпір, 18 темір жол станциясы, ондаған депо мен шеберханалары қиратылса, соның бәрін қайта қалпына келтіру ісіне барынша араласты. 1920 жылы 2 қаңтарда жұмысшы шаруа қорғаныс кеңесі губерниялық және үздік революциялық комитеттерді тарату, бүкіл өкімет билігін кеңестердің қолына беру туралы қаулы қабылдады. Революциялық комитеттерден кеңестерге көшу ең алдымен Орал облысында басталған еді. Селоларда, ауылдар мен станцияларда кеңестер сайлау өткізілді. Одан кейін болыстық және уездік съездер болып, кеңестердің атқару комитеттері сайланды. Революциялық комитеттер болыстық немесе уездік аймақтағы бүкіл өкімет билігін аталмыш атқарушы органдарға берді. 1920 жылы 30 сәуірде Ресей кеңестік большевиктер партиясы орталық комитетінің ұйымдастыру бюросы Қазақстанда партия облыстық бюросын құру туралы қаулы қабылдады. Оның құрамына Пестковский, Жангелдин, Әйтиев, Мырзағалиев, Авдеев, Арғыншиев, Әлібеков кірді. РКБП Қырғыз-Қазақ облыстық бюросы құрылғаннан кейін мемлекеттік құрылысты нығайту жұмыстары одан әрі өрістеді. 1920 жылы 17 тамызда Ресей кеңестік федеративтік социалистік республикасы халық комиссарлар кеңесі Қырғыз республикасы туралы декрет жобасын мақұлдаған болатын. 1920 жылы 26 тамызда бүкіл ресейлік атқару комитеті мен РКФСР Қалком кеңесі РКФСР құрамында Қырғыз-Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасын құру туралы декрет қабылдады. Қазақ АКСР-ның құрамына Семей, Ақмола, Торғай және Орал губерниялары, Маңғыстау уезі, Закаспий облысының Красноводск уезіндегі 4-ші және 5-ші адай болыстары, Астрахан губерниясындағы Синемор болысы,
Бөкей Ордасы, 1 және 2 Приморье округтарына шектес қазақтар қоныстанған бұрынғы жерлер кірді. 1920 жылғы 22 қыркүйекте бүкіл Ресейлік атқару комитетінің жаңа декреті бойынша Қаз АКСР-ның құрамына Орынбор губерниясы енгізіліп, Орынбор қаласы республиканың астанасы болып жарияланды. 1920 жылдың 4-12 қазанында Қазақстан кеңестерінің құрылтай съезі болып өтті. Съезге Қазақстанның барлық губернияларынан 273 делегат қатысса, Алтай губерниясы қазақтарының атынан 6 делегат қатысты. Делегаттардың қатарында 128 қазақ, 127 орыс және басқа да ұлттардың 18 өкілі болды. Осы кезде алғаш рет республиканың жоғары өкілетті органдары, орталық атқару комитеті және халық комиссарлар кеңесі құрылғанын естен шығармауымыз керек. Құрылтай съезінде орталық атқару комитетінің төрағасы болып Сейтқали Меңдешев, ал халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болып Радус Зенкович сайланды. Съезде еңбекші қазақ халқының, шаруалардың, казактардың және қызыл әскер депутаттары кеңестерінің автономиялық республикасы құрылғаны жөнінде мәселелер қаралды. Қазақ халқының жеке өз алдына автономиялық мемлекет болып құрылуының тарихи маңызы өте зор болды. Жаңадан құрылған жас республика тез аяқ алып, қазақ халқының басқа ұлттармен қатар қалыптасу үрдісі күшейді. Сондай-ақ кеңес мемлекеті құрамындағы басқа халықтармен достығы да нығая түсті.